Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Аллахым, Меккеге береке бергендей, Мәдинаға дәл сондай 2 есе береке нәсіп етші. Хадис. Ұлы хижрет. Меккеден Мәдина қаласына қоныс аударуды хижрет деп атайды. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Раббысының бұйрығы бойынша 53 жасында Меккеден Мәдина қаласына қоныс аударды. Өмірінің соңғы 10 жылын осы қалада өткізіп, осы қалада жерленді. Мекке мен Мәдинаның арасы шамамен 450 шақырым. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құбай жеріне аялдауы. Меккеден Мәдинаға қоныс аударған Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Рабиғ-әл-аувал айының 12 жұлдызында дүйсенбі күні Құбаға келіп, Күлсүм ибн Хадминнің үйіне тоқтайды. Өйткені Али, Алла оған разы болсын, аманаттарды өз иелеріне таратқаннан кейін осы Құбада жолығатын болып келіскен еді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құбада 4 күн болды. Осы күндері Құбада алғашқы мешіт салынды. Алла тағаланың Құранда тақуалыққа меңзеген мешіті осы Құба мешіті еді. Негізгі табандары алғашқы күннен бері тақуалықпен салынған мешіт ішінде намаз оқу одан да лайық. Тәубе сүресі 108 аят. Содан соң жұма күні Алланың бұйрығымен пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мәдинаға жол тартты. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мәдинаға кіруі. Жұма күні пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Ясриб қаласына келіп кірді. Сол күннен бастап Ясриб Мәдина болып өзгертілді. Бұл тарихтағы ерекше күн болды. Мәдинаның үйлері мен көшелері Аллаға мақтау айтып, оны дәріптеген адамдардың дауыстарымен жаңғырды. Ансарлардың тұрмыс тіршіліктері аса жақсы болмаса да, олардың әрбірі Алла елшісін оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өз үйлеріне қонақ етуді қалады. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қайсы бірі үйдің қасынан өтпесін, сол үйдің иесі оның түйесінің бұйдасына жармасып, оған қажетінің барлығын ұсынумен болды. Бірақ пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ансарларға түйесін меңзеп былай деді: оған жол беріңдер, өйткені оған қай жерге тоқтау керектігі бұйырылған. Сөйтіп, түйесі пайғамбарымызды оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бүгінгідегі Алла елшісінің мешіті орналасқан жерге алып барды. Түйе сол жерге барғанда шөкті, бірақ Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, одан түспеді. Түйесі қайтадан орнынан көтерілді де, біраз ілгері жүріп, сонан соң кері бұрылып, артқа қайтып, тағы да алдыңғы орнына келіп шөкті. Бұл жер пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, нағашылары Бәну Нәжжар әулетінің қонысында орналасқан еді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, нағашыларының қонысына түсіп, оларға құрмет көрсеткісі келген еді. Раббысының қалауы оның қалауымен сәйкес келді. Адамдар Алла елшісін оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үйлеріне шақыра бастады. Ал Абу Аюб әл-Ансари пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ер-тоқымына бәрінен бұрын барып, оны үйіне кіргізіп қойды. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, адам ер-тоқымы қайда болса, сонда болу керек, деп Абу Аюбтың үйінде түсті. Ал Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, түйесі Асхад ибн Зурараның, Алла оған разы болсын, үйінде күтімде болды. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Мәдина қаласына дұға қылуы. Айша анамыздан Алла оған разы болсын жеткен риуаятта, біз Мәдина қаласына келдік. Ол оба көп таралатын жер еді. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Я Алла тағала, бізге Мәдина қаласын
Меккені жақсы көргеніміздей, немесе тіпті одан да қатты жақсы көруімізді нәсіп ет. Оны ауру сырқаудан аман қала қыл. Бізге оны әрбір нәрсесін берекелі қыла көр. Жұқпалы ауруын Жұхфа тарапына ауыстыр, деп дұға қылды. Тағы бір риуаятта Омар, Алла оған разы болсын, былай дейді: Мәдинада баға қымбаттап, тіршілік қиындап кетті. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: сабыр етіңдер, сондай-ақ қуаныңдар. Мен сендердің азық-түліктеріңе береке тіледім. Жеп ішіңдер, бірақ бөлінбеңдер. Себебі бір адамның тамағы екі адамға, екі адамның тамағы төрт адамға, төрт адамның тамағы 5-6 адамға жетеді. Береке көпшілік жамағатта. Кімде-кім жоқшылық пен қиыншылыққа сабыр етсе, мен қиямет күні оған шапағатшы немесе куәгер боламын. Кімде-кім Мәдинадан, ондағы жағдайлардан қашып шығып кететін болса, Алла тағала Мәдинаға оның орнына одан да жақсы біреуді әкеледі. Кімде-кім Мәдинаға бір жамандық қыласа, Алла тағала оны тұздың суда ерігеніндей ерітіп жібереді, деді. Мәдина қаласының қастерлі шекарасы. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мәдина қаласындағы Айыр тау мен Сәуір тауының арасы қастерлі болып есептеледі. Кімде-кім бұл жерде бір қылмыс жасаса, немесе қылмыскерге пана болса, оған Алла тағаланың, періштелердің және барлық адамдардың лағнеті болады. Қиямет күні Алла тағала одан ешқандай тәубесін де, өтемін де қабыл етпейді, деген. Имам Муслим. Мәдина қаласының атаулары. Мәдина қаласының бірнеше атауы бар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бұл қалаға көшіп келместен бұрын Ясриб деп аталған. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Көшіп келген соң қаланың аты Мәдина деп өзгертті. Бірінші, Әл-Мәдина Мұнауара. Мәдина қала деген мағынаны білдіреді. Нұрланған қала немесе пайғамбар қаласы деп аталады. Екінші, Тәиба және Тәба. Тәиба жақсы, таза, және Тәба жақсы, таза деген мағынада. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ол Тәиба, ол от күмістің кір қоқысын тазалайтыны секілді ластықтарды тазалайды, яғни күнәлардан тазалап, жақсыларды жамандардан ажыратып береді. Имам Муслим. Басқа хадисте, кімде-кім Мәдинаны Ясриб деп атаса, бұл қаланың ескі атауы, Алладан кешірім тілесін. Ол Тәба деген. Ибн Хажар Асқалани радиаллаху анху былай дейді: Алла елшісінің Ясриб деген атауды ұнатпаудың себебі, бұл атау тәсриб деген сөзден шыққан болуы мүмкін. Тәсриб сөзі жазғыру, айыптау деген мағыналарды білдіреді. Не болмаса сәрб түбірінен шыққан болуы да мүмкін. Ол бөлік, бұзғыншылық деген мағыналарды білдіреді. Екеуі де жағымсыз мағыналарды білдіреді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Көркем есімдерді жақсы көретін, жағымсыз есімдерді ұнатпайтын болған. Тәиба мен Тәба атаулары бір түбірден шыққан, жақсы, таза, тартымды деген мағыналарға келеді. Топырағы мен ауасының жағымдылығы да бұл атауының орынды екендігіне куә болады. Себебі бұл қалада тұрған адам топырағының басқа ешбір жерде кездеспейтін, өзіне тән ерекше хош иісі бар екенін сезеді. Фатхул Бәри. Үшінші, Дәр әл-Хиджра. Меккеден қоныс аударған Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мен сахабаларын қабыл алып, барымен бөлісіп, қоныс аударушыларды қабыл алған қала. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мешітінің тұрғызылуы. Қалаға келгеннен кейін Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бірінші кезекте жасаған алғашқы қадамы мешіттің тұрғызылуы болды. Ол сахабаларына түйесі тізе бүгіп, шөккен жерге мешіт тұрғызуды бұйырды, және мешіт тұрғызатын орынды сол жердің иелері 2 жетім баладан сатып алды.
Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Екі баланы өзіне шақырып, ол жерде мешіт тұрғызу үшін сол орында саудаласты. Ол екеуі, жоқ, уа Алланың елшісі, біз оны саған сыйға тартамыз, деді. Бірақ Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ол екеуінен сый ретінде алудан бас тартып, оны сатып алды. Мешіттің құрылыс жұмыстарына пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзі де қатысып, мешіт қабырғасының қыштары мен тастарын мүбәрак қолдарымен көтеріп тасыды. Адамдар мешіттің екі жақтаулық тіреуін тастан тұрғызды, қабырғаларын қыш пен лайдан өрді, төбесін құрманың аршылған бұтақтарымен жапты, ортаңғы тіреулерін құрма діңгендерінен жасады, ал еденіне құм мен майда қиыршық тастар төседі. Мешіттің 3 есігі болды. Ғимараттың құбыладан артқы қабырғаға дейін ұзындығы 100 білекті құрады. Екі жаны да дәл сондай немесе одан сәл қысқалау болды. Ал мешіттің іргетасы 3 білектей етіп өрілді. Мешітке жапсырыла тағы да қабырғалары тас пен қыштан өрілген, төбесі құрманың жалаңаш бұтақтары және діңдерімен жабылған бөлмелер тұрғызылды. Бұл бөлмелер пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әйелдеріне және кейбір сахабаларына арналды. Құранда бұл жайлы Худжурат деген арнайы сүре бар. Худжурат сөзі бөлмелер деген мағынаны білдіреді. Бөлмелердің құрылыс жұмыстары біткен соң Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Абу Аюбтың үйінен сонда көшіп барды. Мешіт тек намаз оқитын ғибадатхана ғана емес, сонымен қатар ислам тағылымдары мен нұсқауларын үйренетін оқу орны, мұсылмандар бас қосатын және надандықтың сезімдері мен соғыстары ұзақ уақыт бойы араларын жік-жікке бөліп, алауыздықпен бір-бірімен шайқасып, ата жау болып жүрген түрлі тайпа тумаларының ортақ бітімге келіп татуласатын отауы болды. Сондай-ақ мешіт барлық шаруаларды басқарып жүргізетін орта, халықты исламға шақырушы елшілер шартарапқа аттандырылатын орталық, мәслихат кеңес өткізілетін, әрі түрлі шаралар іске асырылатын мәжіліс үйін қызметін де атқарды. Осының барлығына қоса, іргесі жаңа қаланған бұл мешіт Мәдинаны паналап келген, онда не үй-жайы, не мал-мүлкі жоқ, не отбасы, не бала-шағасы жоқ, көптеген кедей мұхажирлер тұратын үйде болды. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мәдинаға қоныс аударып келген алғашқы кезеңдердің бірінде күніне 5 дүркін көтеріңкі әсем дауыспен көкжиектерді бойлап, әлемнің шартарабын дүр сілкіндіретін азан шақыру заңдастырды. Мәдина мешітінің артықшылығы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алла үшін құлшылық ниетімен тек 3 мешітке ғана сапар жасалады. Мәсжид әл-Харам Меккедегі Қағба орналасқан мешіт. Менің мешітім Мәдинадағы әл-Мәсжид ән-Набауи және Мәсжид әл-Ақса Құдыстағы мешіт. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мешітін зиярат ету қажылықтың шарттарына жатпайды. Тіпті оның қажылықпен еш байланысы да жоқ. Ол мешітті жылдың кез келген уақытында зиярат етуге болады. Оны зиярат еткен уақытта ихрам киілмейді. Мәдина мешітінде оқылатын намаз жайында Алла елшісі, бұл мешітімде атқарылатын бір намаз Әл-Харам мешітін есепке алмағанда, кез келген мешіттегі 1000 намаздан абзал деп айтқан. Пайғамбар мешіті мен қабірін зиярат ету үкімі. Мәдина мешітіне сапар шегу сүннет амал. Өйткені ол құлшылық ниетімен сапар шегуге шариғат рұқсат еткен 3 мешіттің бірі. Мәдина мешітіне барумен қатар пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қабіріне бару жақсы амал. Пайғамбар мешітіне барғанда, мешітке кірердегі дұғаны оқып, оң аяғымен кіреді. Мешітке кіргеннен кейін 2 рекағат сәлем намазын оқиды. Одан кейін пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қабіріне барып, «Әссәләму алейка, я Алланың елшісі», «Әссәләму алейка, я пайғамбар»,
Ассаламу алейка, я Алланың таңдаулысы. Саған және әулетіңе, әйелдеріңе, ұрпақтарыңа есендік болсын. Елшілікті толық жеткізгеніңе, аманатты толық атқарғаныңа, үмбетіңе адал болғаныңа, қараңғылық пердесін сыпырып, ақиқатты түсіндіргеніңе, Алла жолында лайықты күрескеніңе, өзіңе ажал келген сәтке дейін дінді орнатқаныңа куәлік етемін, деп мына дұғаны оқиды. Я Алла тағалам, оған жәннаттағы биік орын және жоғары мәртебе бер де өзің уәде еткен жерде тұрғыз. Я Алла тағалам, оның үмбеті үшін оған сауаптың ең абзалын жаз. Одан кейін оң жаққа аз ғана жылжып, Әбу Бәкірге «Ассаламу алейкум, я Әбу Бәкір» деп сәлем береді. Сосын тағы да оң жағына жылжып, Омарға «Ассаламу алейкум, я Омар» деп сәлем береді. Сосын Раудаға келеді. Ескерту: әйел адамдар сәлем беруге таңғы және кешкі уақыттарда ғана кіре алады. Мешітті зиярат еткен кезде кездесетін қателіктер: мешіттің және пайғамбар қабірінің қабырғасын сипау. Дұға оқыған кезде қабірге қарап тұру. Дұға оқыған кезде дұрысы құбылаға қарап тұру. Раудада намаз оқу. Рауда дегеніміз Мәдина мешітінің ішіндегі мінбер мен пайғамбар қабірінің ортасындағы орын. Рауда сөзі қазақ тілінде бақша деген мағынаны білдіреді. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Үйім мен мінберімнің арасындағы орын жәннат бақшаларының бірі саналады, деп айтқан имам Муслим. Раудада нәпіл намаз оқылады. Намаз оқылғаннан кейін берілген барлық нығмет үшін Алла тағалаға шүкір айтып дұға жасалынады. Сәлем беру картасы. Назарларыңызға рахмет.